апа, қош келіп жатсыз, Гүлім ханым. Енді мына біздің мектебімізде өнер алды қызыл тіл дейді. Bir тіл туралы бір өзіңіздің өлеңдеріңіз болса, болмаса оқып жүрген өлеңдеріңіз болса. Иә, қазіргі кезде желіге көп шығып жүрген тілімнің мұңы деген өлең бар. Соны оқып берейін. Азаттық атты, арайлап атқан ақ таңда, тіліңді сүйіп күюден артық бақ бар ма? Алайда тілдің түсірі біздің қақпанға, жат тілде сөйлеу айналып кетті мақтанға. Тәуелсіз болып танылған мен даланбай, қазақ тіл жүр сол азаттық аңсап ала алмай. Телміріп қатты тентіреп кетті тіліміз, өзіне қолдау, өзіне тірек таба алмай. Бақыттың бізге керегі қанша кеш келген, зарыңа салған салмаса құлақ ешпендең, анаңның тілін жоғалтып қою барабар, жетімнің күнін, мәңгүрттің күйін кешкенмен. Алынып перде, айтылар қашан нақшындық, тіліңді сату, отанға деген сатқындық, жат тілдің ащы тұщысы мен суарып, қазақ боп туған сәбиді дағы жат қылдық. Күтемін үміт ататын жарқын таңдардан, тілімнің мұңы көңілге солай салдарман, күтпейік үміт жат тілден емген уыздан, жат тілде сөйлеп, жат болып кеткен жандарда. Қар орман қалқым, тіліңнің қамын жегейсің, жат тілде сөйлеу еліңе деген өгейсің, ойландың бекен қиямет күні өзіңнен, қазақша сұрақ сұрап қап жатса не дейсің? Азаттық атты, арайлап атқан ақ таңда, салауат айтып өткенгі сүргей шақтарға, қазақша сөйле, қазақтың қаны тамырда, толқындай тулап, өзен боп ағып жатқанда. Жақсы, тамаша. Рахмет, сіз сияқты патриот өзіміздің азаматшаларымыз көбейе берсін. Және де біздің оқушыларға кіріп, жақсы сұхбатыңызды берсін.